Сәлем баршаңызға, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен үй жағдайында өте дәмді, жұп-жұмсақ болып шығатын сүзбелі пирог пісіретін боламыз. Жасалу жолы оп-оңай. Видеоның соңына дейін қарап, менің арнама тіркеліп кетіңіздер. Ең алдымен пирогтың қамырын жасайтын боламыз. Ыдысқа бір жұмыртқаны, қантты, қаймақты салып, венчикпен араластырып аламыз. Қаймақ кез келген дүкеннің қаймағы жарайды. Жақсылап араластырып аламыз. Сосын үстіне бөлме температурасында жұмсап тұрған сары май, не болмаса маргарин болса 72%-дан жоғары маргаринді қолданамыз. Оны да салып, жақсылап бір араластырып аламыз. Үстіне електен өткізілген ұнды саламыз. Ванилин, қопсытқышты қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Алдымен лопаткамен, сосын қолымызбен араластырып, жұп-жұмсақ қамыр илеп аламыз. Барлық заттардың мөлшерін видеоның астына жазып қалдыратын боламын. Сол қанша мөлшерде жазған болсам, сол бойынша жасайсыздар. Артық ұн қоспаймыз. Артық ұн қоссаңыздар, қамырымыз қатты болып қалуы мүмкін. Міне қараңыздар, жұп-жұмсақ қамырымыз дайын болды. Оны тоңазытқышқа жарты сағатқа салып қоямыз. Енді салмасын дайындаймыз. Сүзбеге қантты, 2 жұмыртқаны, крахмалды бір ас қасығында, сосын аздап ванилин болса қоссаңыздар болады. Енді барлығын жақсылап блендердің көмегімен езіп аламыз. Егер де сіздерде осындай блендер болмаса, жай ғана араластырып алсаңыздар да болады. Не болмаса, егер сүзбелеріңіз ірілеу болса, үкіштен өткізіп алсаңыздар болады. Енді қамырымызды 2 бөлікке бөліп аламыз. Біреу үлкендеу, біреу кішілеу болады. Үлкендеу бөлігіні жайып, формаға жайғастырып аламыз. Мен 26 диаметрдегі форманы қолданамын. 24 диаметрліге, не болмаса 28 диаметрге жасасаңыздар да болады. Қамырды жақсылап дәл видеодағыдай жайғастырып аламыз, бортиктарын шығарып аламыз. Сосын шаншқымен тесеміз қамырымызды. Қопсытқыш қосылғандықтан қамырымыз көтеріліп ісіп кетпеу үшін. Міне осылай тесіп аламыз. Сосын дайындап алған салмамызды саламыз. Үстін тегістеп, барлық жеріне бірдей етіп салып шығамыз. Дәл осылай тегістеп аламыз. Сосын қамырымыздың алып қойған екінші бөлігіні жұқалап жайып аламыз. Жұқалап бір тегіс етіп жаямыз. Бұл қамырдан біз ленталар кесіп алып, пирогымыздың үстіне әдемілеп орналастырып шығатын боламыз. Мен осындай кескіштен пайдаландым. Жай ғана пышақтың көмегімен кессеңіздер де болады. Осылай жіңішке ленталар кесіп аламыз, пирогтың үстіне жайғастырып шығамыз. Дәл видеодағыдай, не болмаса өздеріңіз қалауларыңызша жайғастырып шықсаңыздар болады. Енді қалып кеткен қамырдан мен осындай формамен жүрекшелер кесіп алып, үстіне жайғастырып шықтым. Бұл міндетті емес, ол әркімнің өзінің фантазиясына байланысты. Енді осы кезде пешіміз 180 градуста қызып тұрған болуы керек. Пирогымыздың үстіне бір жұмыртқаны жағып шығамыз, барлық жеріне тегізіп, бірдей етіп жағып шығамыз. Сосын пешке салып, 30-35 минут уақытта пісіріп аламыз. Әркімнің пеші арқылы қарап тұрасыздар. Үсті бір тегіс қызарып шыққан кезде пештен алатын боламыз. Міне пирогымыз пісіп шықты. Дәл осылай қамыры кішкене ісіп көтеріліп шығады. Үсті бір тегіс қызарып дайын болды. Формасында толықтай суытамыз. Ыстық кезде алатын болсаңыздар, пирогымыз бөлініп кетуі мүмкін. Сондықтан формасында толықтай суытатын боламыз. Суығаннан кейін формасынан шығарамыз.
формасынан шығарып, үстіне қант ұнтағын сеуіп, әрлеп қоямыз. Осымен біздің пирогымыз дайын, өте дәмді, қамыры жұмсақ пирог болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Менің арнама тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып кетуді ұмытпаңыздар. Менің арнамда өте қызықты, өте оңай рецепттер бар. Кіріп көрсеңіздер болады. Сау болыңыздар.